Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы видео жазбалар. Бүгінгі сабақтан видео жасауды және де өңдеуді үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен видеопад программасын ашамыз. Тінтуірдің көмегімен осы батырмаларды басып, жаңа проект ашатын боламыз. Мінекей бізде видеопад редакторының терезесі ашылды. Ендеше терезеде орналасқан батырмалармен сіздерді таныстырып өтейін. Бұл жоғары қатардағы мәзір жолы. Одан кейінгі құралдар тақтасы. Ал сол жақтағы бұл файлдар тақтасы. Одан кейін бұл алдын ала қарау тақтасы. Бұл жердегі уақыт көрсеткіші. Ал мына қатар видео жазба жолы. Ал астыңғы қатардағы аудио жолы. Видеопад редакторында файлды жүктеу үшін құралдар тақтасынан файлды кірістіру батырмасын басамыз. Ашылған терезеден керекті файлымызды таңдап, ашу батырмасын басамыз. Мінекей біздің файлымыз жүктелді. Ендеше жүктелген файлымызды белгілеп, үстінен тінтуірмен басып, ұстап тұрып видео жазба жолына алып келеміз. Яғни мына жерге қоямыз. Ендеше жүктелген видео жазбаны алдын ала қарау үшін осы жерден ойнату батырмасын басамыз. Және видео жазбамызды тоқтату үшін тоқтату батырмасын басамыз. Бұл жерде видео жазбаны ойнату және тоқтату батырмалары. Ендеше оқушылар, сіздерге түсінікті болу үшін тағы қайталап айтып кетейін. Бұл жерде бізде алдын ала қарау тақтасы. Бұл жерде уақыт көрсеткіші. Бұл бізде видео жазба жолы. Ал астыңғы жағында аудио жазба жолы. Ал балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта көріскенше.